Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге фикус бенджамин гүлін бұтау туралы айтпақшымын. Осының алдында видео түсірген болатынмын. Өкінішке орай техникалық ақаулықтарға байланысты ол видео өшіп кетті. Ол видеода мен қалай бұтағанымды барлығын көрсеткен болатынмын. Өкінішке орай енді оны көрсете алмаймын. Мына фикус гүлін мына фикусты мен бұтап қойдым. Бұдан бұталынған отросткаға болатындарын мен отросткаға қойып, тамырлатуға қойып қойдым. Қалай тамырлатасыз деп көп адам сұрап жатады. Мұны суға мен активированный уголь салып, жарық жерге қойып қоямын, болды, өзі тамырлайды. Және дәл осылай мына гүлдерді де мен тамырлатып, күз айында отырғызған болатынмын. Ары кетсе 3-4 айдың ішінде осылай үлкен болып өсіп қалды. Мынаны да солармен бірге отырғызған болатынмын. Бұларды мен топтастырып 3-4 отырғызған едім. Көрініп тұрса, бұлардың барлығын бөліп, мен арнайы бөлек ыдыстарға отырғызып, және бұларды біріктіріп, өріп сіздерге көрсететін боламын. Сол үшін өсіріп жатырмын. Менде фикустың бірнеше түрі бар. Мына фикус майда жапырақты түрі. Бұл 1 метрге дейін өседі. Ары кетсе, бұдан сәл айырмашылығын қарасаңыздар, сәл ғана үлкен жапырақтысы бар менде. Бұны енді өсіріп жатырмын. Бұл 1,5 метрге дейін өседі. Мына жерде 2 сорты. Осы жерден айырмашылық жақсы көрінеді деп ойлаймын. Міне 2 сорты біріктіріп отырғызылған. Мына майда жапырақтысы және мына ірі жапырақтысы, көрсеңіздер, міне біріктіріп отырғызылған. Және менде тағы да бір сорты енді пайда болды. Міне қарасаңыздар, жапырағы үлкен. Бұл 2 метр, 2,5 метрге дейін биіктікте өседі. Мен мына фикус гүлін қалай бұтадым? Көрсеңіздер, мен әр жыл сайын көктем айы басталар алдында, осы ақпан айында, мысалы, күн ұзарып қалды, точка росталары өсіп, оянып жатыр. Сол себепті барлығын бұтау керек болды. Барлығының басын қарасаңыздар, пришивка жасап, мен алып тастадым. Сіздерге көрінеді қазір. Себебі бұл ұзарып, әлсіз болып, бұтағы әлсіз болып, ұзарып кете береді, егер бұтамасаңыздар. Ал егер осылай пришивка жасап бұтап тұрсаңыздар, мысалы, мынандай стволдарына, бұтақтарына күш беріп, жуандайды. Сол себепті де бұтау керек болады. Барлығының басын бұтап, мен алып тастадым, пришивка жасап. Және бұл уайымдамасаңыздар да болады. Тез арада жапырақтар жіберіп, күзді толтыратын болады. Мен әсіресе мына бұтағына, ортада көрініп тұрса, осы бұтаққа мен көп мән бердім. Себебі бұл әлсіз, кішкентай, мына екеуіне қарағанда әлсіз болып өсіп тұр. Сол себепті де мына жерлерін барлығын алып тастадым, мынаған күш болсын деп. Сосын тағы да бір айта өтетін мәселе, қарасаңыздар, мына стволға қарағанда мынаусы жіңішке әлсіздеу. Сол себепті де мен мына боковой өскен бұтағын алмадым. Себебі бұл мына стволға питание алып, мына стволдың жуандауына көмектеседі. Және осындай, егер мысалы мына күштірек бұтақты мен бірдей болсын, үлгерсін десеңіздер, мысалы, көбірек мынадан алуға болады. Мысалы, көбірек бұтап, мысалы, үлкендеу қылып, мысалы, мына жерде қараңыздар, қатты үлкен болып өскен жуан жерінің өзінен кесіп алып тастадым. Қатты күш алмасын деп, мынаған күш берілсін деп. Ал мынадан, әлсізден мен кішкентай ғана басына пришивка жасап қана қойдым. Жыл сайын көктем айы бастала салысымен мен осылай бұтап тұрамын. Және мысалы мен сіздерге енді алдындағы видео енді өшіп кетті. Сол себепті мысалы қарасаңыздар, мынау стол қалың, әдемі өсіп тұр. Сол себепті де көрсеңіздер, осылай
пришивка жасасаңыздар болады. Ал егер мынандай мынаған қарағанда мысалы мынаусы әлсіз, мына боковойы, бұны да осыған күш беру үшін мына жерден почка өсетінен бір жарты сантиметр жоғары қылып, осылай пришивка жасап, қатты үлкен қылып алудың да қажеті жоқ. Формировка жасап, солай істесеңіздер болады. Мысалы, мынаусы мысалы былай шығып тұрса, осыны былай қысқартуға да болады. Чтобы шар болып, үлкен болып өсу үшін. Осылай істесеңіздер де болады. Мен мынаны жаңа айтып өттім, үлкен жапырақты 2-2,5 метрге дейін өседі деп. Бұны мен қарасаңыздар, жанынан өскен барлық бұтақтарын алып тастағанмын. Себебі мынаны основной жаңағыдай бастапқы ствол ретінде тіке жуан етіп өсіріп, штамп ретінде өсіргім келіп отыр. Керекті жерге дейін өскеннен кейін мен бұны басын былай қырқып алып тастаймын. Сонда жанынан бұтақтар шығатын болады. Солай былай шар қылып өсіремін деп алдым. Бұдан жанынан алып тастаған бұтақтарым бұны тамырлатып, екшеуден өсіріп, мен өруге өсіргім келіп отыр. Мына фикус гүлдерін, сосын тағы да бір мына фикус гүлдерін айттым ғой, мен неден атроскадан өсірдім, 2-3 бұтақтан отырғыздым деп, осылардың бәрін ажыратып отырғызатын боламын. Және тағы да бір айтып өтетін мәселе, мені қарасаңыздар, мына гүл атроска ретінде отырғызғаныма бұған да 1-2 жылдан астам уақыт болып қалды, еш өспейді. Соның себебін айтып өтейін дедім. Мынаның бір 4 ай, 4,5 ай, 5 айдың ішінде жақсы өсіп, нәтижесі болып отыр. Бұның айырмашылығы тек қана топырағында. Айырмашылығын қарап тұрсаңыздар, мынау ауланың топырағына отырғызылған, мынау жаңағы сатып алынған перлиті бар, универсальный жеңіл топыраққа отырғызылған. Құрамында көптеген микроэлементтері бар топыраққа отырғызылған. Жапырақтарынан да айырмашылығын қарасаңыздар болады. Мынау мысалы жап-жасыл, витамин барлық питаниясын алып өскені көрініп тұрды, ал мынаған жетіспейді. Не себепті? Бұның біріншіден ауланың топырағы өте ауыр болады, және ылғалды ұзақ сіңіреді. Мысалы, кебуі өте ұзақ суғаннан кейін. Ал мынау өте жеңіл, ауа жақсы өткізеді, және бұның құрамында перлит болғандықтан, мысалы, суды тез сіңіріп, тез кеуіп, су құюда регулировка жақсы болып жатыр бұл топырақта. Ал мынада, мысалы, бұл фикус гүлі шұқылдатып су құя бергенді жақтыра бермейді, мысалы, ұнатпайды. Сол себепті мынада, мысалы, кебу өте қиын, және топырақ өте ауыр. Бұл ауланың топырағына көң қосып отырғызылған болатын, айырмашылығын көрсетейін деп отырмын. Және тағы да бір айырмашылығы, мынау көлеңкелі жерде тұрды, ал мынау болса, бұл жарық жерде тұрды. Жалпы фикус гүлі не үшін жапырақ төгеді, сарғая жапырақтары не үшін өспейді деп айтып жатсаңдар, жарық жетіспейтін жерде бұл гүлдер жапырағы сарғайып, жапырағын төгеді. Барлық сіздерге мәліметтермен бөлістім деп ойлаймын. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.